Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздерге бүгін 3-тоқсанға арналған керемет дайын ашық сабақты көрсеткім келеді. Бұл жерде қамажа, слайд, ойындары, жасанды интеллект арқылы тапсырмалар барлығы қамтылған. Бүгінгі сабақ бізде 7-ші сынып қысқаша көбейту формулалары, яғни бастапқы тақырып. Оқу мақсаты 7, 2, 1, 10 оқу мақсаты, яғни а квадрат минус б квадрат, сондай-ақ а плюс б-ның екі өрнектің қосындысы мен айырмасының квадраты. Осы формулаларды қысқаша көбейту формулаларын білу және қолданып осы оқу мақсатына арналған. Яғни бұл жерде оқушыларға топқа бөлу, жағымды атмосфералық ахуал қалыптастыру, жебе деген әдісті сап қойдым. Сол арқылы топқа да бөлесіз, жағымды ахуалды да қалыптастырасыз. Болмаса топқа бөлу генераторы бар, жасанды интеллект арқылы оқушылардың аты жөнін жаза қоясыз да 3 топқа бөліп бере салатын генератор сап қоямын қосымша. Сосын үй тапсырмасын принтер әдісі арқылы тексересіз. Бұл жерде 5-те 39 есепті бердім. Енді сіздер өздеріңіз өзгертсеңіздер болады есептерді. Болмаса осы есепті ала салсаңыз болады. Қазір принтер әдісіне тағы да тоқталамын. Одан кейін оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыру мақсатында миға шабуыл әдісін қолданамын. Бұл жерде оқу мақсатына сай тапсырмаларды жалпы экранда көрсетіп, сол есептерді шығарады оқушылар. Сондай-ақ жауабын экранда тексереді. Миға шабуылдың да парақшалары бар, соны іліп қойсаңыз болады. Қазір оны болғанда тоқталамын. Бірінші қамыжын көріп алыңыздар. Дескрипторы бар. Топтық жұмысқа 3 топқа осындай тапсырмалар болады. Қамыжда есептердің жауаптары, яғни топтық жұмысты сіз оқушыларға әр топқа беріп, мынаны шығарып, 40 жауабын өзіңіз тексересіз. Семантикалық карта әдісі жұптық жұмысқа жатады. Бұл жерде мынаны әр жұпқа бересіз картаны, жұптар біріктіріп, есептерді дұрыс жауаппен біріктіреді. Солай оқушылардың жұмысын сіз өзіңіз тексере қоясыз. Енді одан кейін мына жерде бір әріптер қалып кеткен екен, мұқият көріп шығыңыздар. Мына жерде 10z деп тұр ғой, бірінші соның қасында y қалып кеткен, соны дұрыстап қойсаңыздар болады ручкамен. Одан кейін 2s деген қасында y қалып кеткен. Осы екеуін айта өтейін сіздерге. Одан кейін кітапхана деген әдіс бар. Бұл жерде оқулықпен жұмысты алдым. Оқушылар тақтадағы кітаптағы есептерді шығарып, жеке жұмыс ретінде орындайды. Сіз оны тексеру жұмысын жүргізіп, оқушыларды сабақ барысында бағалап отырсыз. Ең соңында сабақты бекітуге Learning Apps, яғни жасанды интеллект платформасы. Осы жерде оқушылар тақтаға шығып есепті орындайды. Тақтаға шыққан кезде оқушыларға есепті шығаруын, тақтаға дәптерге жазуын қамтамасыз етіңіз. Енді Learning Apps-қа тоқталайын. Learning Apps-та мына осындай тапсырма бар. Бұл жерде осы тапсырманы ашқан кезде сілтеме арқылы кіреді, телефон арқылы да кіруге болады. Мысалы, а плюс 5-дің квадраты дейді. Немесе мына бір есеп былай ұстайсыз да, осының жауабын оқушылар табу керек. 9а квадрат минус 12аб дейді. Немесе мынаны ашсын. Бұл мысал үшін мына ашқан кезде екі өрнектің қосындысының квадрат формуласы арқылы ашады. Осылай біріктірген кезде дұрыс жауаптар бір-бірімен байланысып істер. Осылай байланысу керек жауап. Қате болса қызыл жанады. Көрдіңіздер ғой? Қате болса қызыл жанады. Енді дұрыс жауап бұл жерде мына оқушылар шығарады, осылай біріктіреді. Бұл Learning Apps өте қызық балаларға. Бәрін істеп көрсете салайын, енді бастағаннан кейін. 3а квадрат дейді. Енді бұл жерде кейбір нелер артықша берілген, яғни барлығы сәйкес болып кетпесін деген мақсат. Мынаны көрейік. Ең соңында, егер дұрыс орындаған болсаңыздар, бұл жерде керемет сөз шығады, яғни оқушыларға мотивация, былайша айтқан кезде. Енді мына жерде айттым, жаңа бір-екі есептер артылады. Жарайсын ақылдым деп есеп біткеннен шығады. Енді бұл ойын, осы платформада бір ойын бар. Енді сізге қамыжыны көрсеттім, слайдты көрсетейін. Слайдта барлық қамтылған, қамыжда көрсетілген тапсырмалардың барлығы. Одан кейін жұмыс парақтары бар. Неге көп деп ойламаңыздар. Бұл жерде жұмыс парақтарын да жеке қосып қойған. Егер қажет болса, жұмыс парақтарын алып, сабақта қолдана бересіздер. Бұл қамыжының слайды.
міне жұмыс парақтарына тоқталайын. Бірнеше жұмыс парағы бар, яғни оқушының деңгейіне қарап, егер оқушыңыз шынында да мықты болса, онда сізге көп есеп апару керек деген сөз. Міне кемпірқосақ әдісі, жауап мына бір жағында есептің берілген тұрады, сол екеуін байланыстырады. Одан кейін міне мынандай да жұмыс парақтары бар, осыны да қолдансаңыздар болады. Сәйкестендіру дейміз, семантикалық карта, оқушыларға қырқып бере қоясыз, оқушылар орындап бір-бірімен біріктіреді. Міне осыны алсаңыздар болады, семантикалық картаға жаңағы өшіріп. Тағы да осыған ұқсас, міне тағы да біреу бар. Бұл да семантикалық карта, оқушыларға өте қызық. Сонымен қатар мына квадраттың ауданы, тіктөртбұрыштың ауданын тап деген түрі, мына есеп формула арқылы шығаруға болады. Енді сіздерге көрсететін мына бағалауда бар. Бұл жерде кітапхана әдісін көрсетейін. Бұл интернетсіз жұмыс жасайды. Енді бұл жерде мына жерде кітапхана әдісінде апайымыз сөйлейді, дауыс қатты шығатын сізде экран болса, мына апайдың былай бассаңыз, оқушылар кітапты таңдап сұраққа жауап беріңдер. Оқушылар таңдайды кітапты, сосын кітаптар ашылады. Бұл есептерді шығарады тақтада, орында отырып сіз бағалап, кері байланыс беріп, жауабын айтасыз, тексересіз дегендей. Енді миға шабуыл несін көрсетейін. Миға шабуылда өте керемет. Мына 3D форматта шығарып қойсаңыз болады, яғни үлкен етіп. Мына екеуін бөлек-бөлек шығарасыз да, біріктірген кезде мынандай сурет шығады. Бұл жерге де мына есептерді жазып қойдым. Осылар тақтаға іліп қойсаңыз болады, болмаса мына не бар ғой, ақ парақпен қаптайсыз да, сыртын клейлеп қойсаңыз, лампамен көрсе, жаңағыдай телефон фонарімен мына есептер көрінеді. Түсінікті әріптестер, мына жақта пустой шаблондарын да қойдым, бұған қолмен есептер жазып, оқушыларға ұсынсаңыздар болады. Енді рефлексия бар, жасанды интеллект арқылы рефлексия. Шам, яғни шам рефлексиясы, білім алу жолындағы бағдаршамдарын, яғни шамдарын сөнбесін, әрқашанда ізденісте болыңдар, дамыңдар деген мақсатта шам деген әдісті алып отырмын. Бұл жерде де өте керемет. Міне сабақты түсіндім десе, мына оқушылар түсінбедім десе, мына қызыл жанады, сұрақтарым бар десе, былай сары. Мына жерде сандар көрінеді. Былай үстін бассаңыз, сәл қимылдап тұр, қозғалысқа еніп. Бұл енді бағдаршам әдісі, есікті басып шығып кетесіз. Одан кейін бағалау тақтасы бар бізде. Бағалауға да өте керемет. Мына жерге бүйтіп дейсіз да, әзірше редактирование дегенді басып, мына жерге оқушыларыңыздың аты жөнін жазасыз. Енді бағалауда әр топқа бір-бір ноутбук беріп қойсаңыз, ең тынышы сол. Егер мысалы атын жазса, 6 оқушы болса, 6 оқушы аты жөнін жаза қояды да, сосын бағалап отырады. Мына жерді басса, міне толады дейді. 10-ға дейін баратын. Осылай әр топ өзі бағалап. Сіздің де жұмысыңыз азаяды. Сіз тек қадағалап отыруыңыз керек. Енді топқа бөлу генераторы бар. Қазір уақыт қалса ашып көрсете салайын. Топқа бөлу генераторында оқушылардың аты жөнін жаза қоясыз. Топқа бөліп береді. Уақыт көрейін. Мінекей мына жерге аты жөндерін жаздыңыз ғой, бүйтіп. Бір-бірінің астына жазасыз. Неше топ болса сіздің тобыңызда? 2 топ болса, 2 дейсіз. Осылай бөлінеді. Енді назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер ұнаса, лайк басыңыздар, YouTube каналыма тіркеліңіздер. WhatsApp нөмірімді қоямын, Мақсат ағай деп шығады. Осы нөмірге шығып, қажет болса жазыңыз.